Жалғасы. Балжанның Айжұлдыздан басқа сенері жоқ еді. Айжұлдыз Балжанды көшенің бір бұрышында бөк түсіп дірдектеп отырған жерінен тауып алды. Балжан, бұл сенсің бе? Не күйге тап болғансың? Мынау не? Бетіңе не болған? О, Құдайым, саған бұл нәрсені кім істеді? Деп шошынып кетті Айжұлдыз. Балжан есінен айырылғандай тек бір сөзді қайталай берді. Мені бұл жерден алып кетші, деп жылады Балжан. Айжұлдыз Балжанды үйіне апарды. Абырой болғанда үйінде кішкентай екі баласынан басқа ешкім жоқ еді. Күйеуі вахтаға түсіп қалып, жаңа жылды балаларымен бірге қарсы алған. Ата-енесі ауылдағы үлкен ұлына қыдырып кеткен. Балжан жылы үйге келген соң ағыл-тегіл жылап басынан өткерген сұмдықты айтып берді. Айжұлдыз құрбысына қалай көмектесерін білмеді. Бүгін ұйықтап демалайық. Таң атқан соң не істеуге болатынын ойланармыз, деді сосын құрбысы. Балжан қайта-қайта шошынып ұйықтай алмады. Оны естіп жатқан Айжұлдызда таң бозарып батқанша көз ілмеді. Айжұлдыздың кішкентай екі баласы болса, ара-тұра шошынып айғайлаған Балжанның дауысынан қорқып, аналарының қойнына тығыла берді. Айжұлдыз Балжанды үйінде қалдыруға болмайтынын түсінді. Не де болса шындықты Балжанның әке-шешесіне айту керек. Таң атқанда бөлмеге кірсе, Балжан төсектің үстінде екі тізесін құшақтап шоқиып отыр екен. Бөлменің жарығында жақпаған, бір нүктеге қадалып, терең ойдың тұңғиығына түсіп кеткен. Айжұлдыз бөлменің жарығын жағып, Балжан, бұлай болмайды. Үйіңе қайт, мен саған пана бола алмаймын. Түнімен екі балам да сенің даусыңнан қорқып шықты, кешір мені, деді сосын. Балжан ләм-мим демей асығыс киініп үйден шығуға оқталды. Мені кешір, өзің балалы болғанда түсінерсің, деді Айжұлдыз мұңайып. Балжан құрбысына оқты көзімен бір қарады да үндемей үйден шығып кетті. Құрбысының әрекеті де дұрыс шығар. Қиын кезде жанына жалау бола алмаған құрбысын бір күндері бәлкім кешірер, бәлкім кешірмес. Балжан бәріне өкпелі еді. Ең алдымен өзіне деген реніші көп. Қалай ғана Дәуреннің арам пиғылын аңдамады. Үсті басындағы көгерген іздер кетер, ал жанына түскен жараны қалай жазады? Балжан кешке дейін қалада әрі-бері теңселіп жүрді. Күні бойы ойланды. Бірақ ойын жинақтай алмады. Жарымжан боп қалған секілді. Қорлық көрген қайран басы кімге барып мұңын шағарын білмеді. Қас қарая басқа барар жері болмаған соң өз үйіне келді. Өзіне тым ыстық есікті ашып еді, жып-жылы леп бетін өпті. Балжанның тұла бойы шым етті. Алдынан ақ жаулығы желбіреп, анасы жүгіріп шықты. Анасының артынан елпеңдеп шыққан әкесі жалғыз сүйір перзентінің сырт келбетін көрген сәтте бір сұмдықтың болғанын сезіп, қос аяғынан әл кетіп, есік тұсында тұрған орындыққа сылқ етіп отыра қалды. Шегінерге жол жоқ. Балжан бұдан әрі жасыра алмайды. Анасының құшағына еңірей құлады. Қанаттың жүрегіне бұған дейін 3 рет ота жасалған еді. Балжанның жаға ұстатарлық әңгімесін естіген бойда жүрегі қысылып, жерге гүрс етіп құлап түсті. Қанат ауруханада көп жатқан жоқ. Келесі күні сол күйі тілге келместен о дүниеге аттанып кетті. Әкесінің өлімі Балжанға 2 есе ауыр жұдырық боп тиді. Гүлзира аяқ астынан жесір қалды. Балжан басымен қайғы болып жүріп, өзін түнекке итере берді. Істеп жүрген жұмысынан да шығып қалды. Бүкіл әлем Балжанға қарсы тұрғандай еді. Алдында 2 таңдау тұрды. Не күресу, не тағдырына мойынсынып көндігу. Балжан суға кетіп талғармаған адамдай полиция бөлімшесіне барып зорланғанын айтып арыз жазды. Болысынан түк шықпасын білсе де әрекет етіп көрейін деді. Полицияда Дәуреннің ағасы бастық болып отырғанда Балжанның ештеңе бітіре алмасы айдан анық. Қайда аяқ басса да Дәуреннің құрығы ұзын екеніне көзі жетіп, маңдайы тасқа соғылғандай шарасыз күйде үйіне қайтып жүрді. Балжан бәрінен күдер үзді. Тек күн санап қартайып бара жатқан анасын ғана аяйды. Егер анасы болмағанда 1 минутта ойланбастан өзіне қол салар еді. Өйткені Балжан үшін бұл өмірде көрер қызық қалмағандай. Тамыр таныс, туысқан да бұлардан теріс айналды. Балжанға бәрі жезөкше секілді қарады. Тек Гүлзира ғана қызының ақ екеніне шәк келтірген емес. Асқар таудай қорған болып отырған Қанат кеткен соң қос мұңлық сүйеусіз қалғандай еді. Әкесі тірі болса, әлгі айуанның жазасын өз қолымен берер ме еді? Балжан әкесінің мезгілсіз қазасына өзін кінәлап, түнімен жылап шығады. Кредит қолқадан алған соң Гүлзира жалғыз бағалы мүлкі болған үйін сатуға қойды. Ескі үй қымбатқа өткен жоқ. Сонда да әзірге талғажау қылғанға жетеді. Гүлзира мен Балжан бір бөлмелі пәтер жалдады. Сөйтіп қандай жұмыс болса да істеуге белдерін бекем буды. Күйзелістен бе кім білген. Балжан күн санап салмақ қосып жатқанын байқады. Бұрын соңды толып көрмепті. Әсіресе жіптіктей белі жуандап, іші домаланып шыға бастады. Ай сайын келетін әйелге ғана тән қонағы бірнеше ай келмесе де мән бермей жүре беріпті.
Қызының бойындағы өзгерісті анасы байқай бастады. Күдігі бекер емес екен. Балжанның аяғы ауыр болып шықты. Сол қарғыс атқыр түннен кейін етегін ешкім ашпаған Балжан бұл жаңалықты естіген кезде есеңгіреп қалды. Демек, құрсағына Дәуреннің баласын көтеріп жүрме? Басында көндіге алмады. Өзі иттің етінен жек көретін жанның баласын қалайша жарық дүниеге әкелмек? Гүлзира мен Балжан ұзақ ойланып Дәуренге шындықты айтпақ болды. Дәуренге деген жүрегі қара тас болып қатып қалған Балжан не де болса сәби үшін өзін сабырға шақырып, шындықты өз аузымен айтпаққа бекінді. Дәурен әлбетте шақырған жерлеріне келген жоқ. Қаншалықты тәкаппар болса, соншалықты мәдениетсіз адам еді. Гүлзира мен Балжан Дәуреннің 3 қабатты зәулім үйіне еріксіз келді. Жарты күн жаяу жүріп әрең тапты. Дәурен түс ауса да үйде алаңсыз ұйықтап жатыр екен. Әке-шешесі жұмыста, үйлерінде Дәуреннен басқа тірі жан жоқ. Қос әйелді көргенде Дәурен жын көргендей аласұрып кетті. Менің үйіме қай беттеріңмен келдіңдер? Ақша керек па сендерге? Менен бір тиын да ала алмайсыңдар. Шығыңдар, кетіңдер, деп есік жақты иегімен нұсқады Дәурен. Балжанның аяғы ауыр. Бала, сенікі, деп айғайлады Гүлзира. Сонда барып есін жинаған Дәурен 1 минуттай үнсіз тұрды да: мен бұл баланы мойындамаймын. Маған бала керек емес, алдырып тастасын, деп безерді. Балжан осы сәтте шыдамай кетті. Сен оңбаған, менің өмірімді тозаққа айналдырдың. Мен дәлелдеймін, әлақ көресің. Мен болмасам да бір Алла жазаңды береді. Білдің бе? Сені қарғыс атсын. Бұндай арсыз екеніңді ертерек білсем, маңыңа да жоламас едім, деді қалшылдап. Сол кезде Дәурен Балжанға жұдырығын көтеріп: сен кім? Мен кім? Сен жәлепсің. Менің тырнағыма татымайсың. Басқан ізіме де тұрмайсың. Балаңды алдырасың. Болмаса шешеңнің көзінше айтам, ажалың менен болады. Күшігімен қосып буындырып өлтіріп тастаймын. Осыдан айтпады деме. Менің қолымнан бәрі келеді. Менімен ойнама, деді. Гүлзира мен Балжан бұл жолы бір-біріне тіл қатпады. Әркім өз ойымен арпалысып, тағдырларына лағнет айтып келе жатқанда еді. Әсіресе Балжанның көкірегіне тұнған кек Дәуреннің сөздерінен кейін бірнеше есе ұлғайып кеткендей. Анасы мен қызы келесі күні ұйқыдан тұрған соң ұзақ ақылдасты. Балжан: баланы алдыртайын анашым, деп жылады. Баланы туасың. Ол саған Алланың берген аманаты. Сәбидің жазығы жоқ. Періштеге қиянат жасауыңа жол бере алмаймын, қызым. Алдымызда нелер күтіп тұрғанын білемін. Қалған өмірімде сенімен бірге күресіп жаныңнан табыламын. Сен ештеңені уайымдама. Тек құрсағыңдағы балаңды аман-есен дүниеге әкелуді ойла, деді орамалының астынан ағарған шашы жылт етіп көрініп тұрған Гүлзира. Әлгі озбыр бізді тірі қалдырмайды. Өзіңізді естідіңіз ғой. Ондай адамға тап болған өзіме де обал жоқ. Оның жауыз адам екенін ертерек білсем ғой, деді Балжан. Ендеше біздің бұл жақта жоғалтатын ештеңеміз жоқ. Ертең бұл жерден кетеміз. Төркінім жаққа көшіп барып, сол жақтан жаңа өмір бастаймыз, деп кесіп айтты Гүлзира. Азын аулақ заттарын буып-түйіп, жалдамалы пәтерді иесіне табыстап, Гүлзира мен Балжан 2 күн пойызбен жол жүріп, Қазақстанның екінші қиыр шетіндегі аудан орталығына көшіп барды. Арада айлар жылжыды. Балжан дүниеге шекесі торсықтай ұл әкелді. Ұлға Абылай хандай ел басқаратын азамат болсын деп ырымдап Абылай деген ат берді. Абылай әкесінен айнымай ер жете бастады. Гүлзира мен Балжанның бар сүйенері осы Абылай еді. Абылай жасынан өткен зерек алғыр болып өсті. Мектеп кітапханасында Абылай оқымаған кітап қалмады. Қатарластарынан оқ бойы озық тұрған бала үздік университетке жасынан ерте қабылданды. Ой өрісі ерекше дамыған балаға жан-жақтан инвесторлар, жұмыс беруші компаниялар көз тіге бастады. Абылай мың ойлана келе, университет бітірмей жатып салық комитетіне ресми түрде жұмысқа тұрды. Абылайдың жұмыс жоспарын бірнеше айға алға құрай алатын көреген қабілеті бар еді. Жұмыс жасай білуден бір басы 5 маманға татитын. Бұндай адамдар жауапкершілігі мол комитетке ауадай қажет еді. Абылай мықты маман болып қалыптасып, біртіндеп мемлекеттік қызметтегі жас шенеунікке айналды. Гүлзира бұл күнде қартайған, тағдырдан теперіш көрген қызы мен жиен немересінің тілеуін жатса да тұрса да Құдайдан сұрайтын. Абылайды ақ жолдан адаспа, кісі ақысын жеме, біреудің алажыбын аттама деп өсірді. Балжан бүкіл өмірін ұлына ғана арнады. Қаншама ер азаматтар үймерін таныса да, әйелдің арманы ұлын аяққа тұрғызып, аналық парызын өтеу болды. Ара-тұра естіп қалады. Дәурен танымал ірі кәсіпкерге айналыпты. Бір-екі рет теледидардан көріп қалғаны бар. Үлгілі кәсіпкер болып халық алдында көлгірсіп тұр. Сол кезде жан жарасы сыздап, үйді басына көтеріп бір жылап алған. Абырой болғанда үйде ешкім болмады.
Абылай жақсы жұмысқа тұрғалы, тұрмыстық жағдайлары түзеле бастады. Оған дейін көрмеген қиындығы қалмаған Балжанның бар ауыртпашылығы көрген түстей ұмытылғандай еді. Абылай нағашы әжесі мен шешесі өзін қандай жанкештілікпен өсіргенін есінен бір сәтте шығарған емес. Жайлы орнында отырса да бір жұтым судың да сұрауы бар екенін ұмытқан жоқ. Адал азамат өз маңдай терімен тапқан адал ақшасын анасының қолына табыстайтын. Мұндайда Балжан көз жасын бір сығып алатын. Абылай анасынан әкесі туралы сұрағанда, ол қайтыс болған деген бір ауыз жауап алған. Әкесі жайлы басқа ештеңе білмейді. Гүлзира да, Балжан да жартып ештеңе айтпайды.